Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге құймақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға жарып саламыз. Венчикпен араластырамыз. Тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Сүтімізді құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан венчикпен араластырамыз. Ішінде ешқандай да түйір қалмауы қажет. Ұнды електен өткізіп салсаңыз, араластыру өте оңай болады. Осылайша бөліп араластыратын боламыз. Ұнымызды толықтай барлығын салғаннан кейін араластырып, енді осы жерде қайнап тұрған ыстық суымызды екі бөліп араластырамыз. Тағы да ескерте кететін жайт, ешқандай түйірі болмағаны жақсы. Сұйық майымызды құямыз. Осымен біздің міне қамырларымыз дайын болды. Мынадай консистенцияда болады. Осылай араластырғанда осындай консистенция болады. Табамызды қыздырып, кішкене сұйық май жағамыз. Жабыспау үшін алғашында май жаққан дұрыс. Аз-аздан құйып отырып пісіреміз. Бетінде майда-майда тесіктер пайда болған кезде келесі бетін аударамыз. Осы дайындалған барлық қоспамызды осылай құйып пісіріп аламыз. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Первый блин комом точно не будет. Құймақтарымыз осымен дайын болды. Қалауыңызша вареньемен немесе қаймақпен, творогпен жеуге болады. Осымен міне біздің құймақтарымыз дайын. Каналға жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған қымбат.